Шынымды айтсам, қонақ келе жатыр дегенде мен дүкеннен дайын нәрсе іздеймін ғой. Енді уақыт жоқ, үлгермедім деп отырмайсың ғой. Қонақтардан да ұят болады. Сол үшін тез дүкенге барамын да осындай Нарленнің дайын өнімдерін алып келемін. Осы жолы дүкеннен қазысын көріп қалдым. Өзіме де қызық болды, дәмі қалай екен деп. Сонымен енді тек колбасаларды ғана қоймайын деп, ерекше болсын деп қазысын да алып көрдім. Сөйтіп дастарханға қойғаннан кейін атамнан қазының дәмі қалай екен десем, дәмі әдемі, дәмді екен дейді. Сөйтіп бұны дүкеннен сатып алдым. Осындай қазы бар екен деп айттым. Енді Нарленнің колбасаларын бұрыннан пайдаланып жүрмін. Құрамы таза екенін білемін, ал қазыны енді бірінші рет алып тұрмын. Маған да ұнады, дәмі, тұзы, бұрышы бәрі өте керемет. Ешқандай артық қоспасы жоқ. Бізге ұнады енді. Барлығын қалауыңызша турап салат жапырақтарын төсеп әдемі етіп дастарханға ұсына бересіздер. Қасына қосымша тауық аяқтарын алдым. Духовкада пісіріп, оны маринадтап жатпай, осылай дайын ысталған күйінде алдым. Бұның да дәмі күшті. Егер алып көрмеген болсаңыздар, алып көріңіздер. Мен осымен екінші рет алып жатырмын. Осылай уақытыңызды құртпай барлығын дайын күйінде алып, турап дастарханға қоя саласыздар. Егер де дүкеннен көріп жатсаңыздар, алып көріңіздер. Видеоны жоғалтып алмас үшін сақтап алыңыздар.